Бәріңізге сәлем. Сіздермен бүгін біз нан салма жасайтын боламыз. Кейбіреулер ұн қуырдақ дейді. Бірінші етімізді жіңішкелеп турап алатын боламыз. Болғаннан соң қызып тұрған майымызға етімізді салып алып, жақсылап қуыратын боламыз. Одан кейін үстіне пиязымызды саламыз. Бір пияз. Жақсылап қуырамыз. Және де қуырып болғаннан соң тұзымызды, ащы бұрышымызды салып, бетін жауып 20 минутқа қоямыз. Ал ол уақытта біз қамырымызды дайындаймыз. Міне бір жұмыртқаны алып, тұзымызды саламын. Одан кейін су қосып, қазір қамыр илейтін боламыз. Қамырды кішкене қаттылау қылып илеп, жарты сағаттай уақытқа қоямыз. Етіміз біздің 20 минуттай тұрды. Енді кішкене су құйып, бетін жауып, 1 сағаттай уақытқа қайнатамыз. Ал ол кезде біз болгар бұрышын алып, осылай турап аламыз, ұзындап, жіңішкелеп. Ал одан соң сәбізімізді турайтын боламыз. Тоже осылай жіңішкелеп тураймыз барлығын. Осылай дайындап аламыз. Міне дайындап болдым, ал енді қамырымды жайып аламын. Қатты басасыздар, менің қамырым қатты болып кетті. Негізі кішкене жұмсақтау қылып илеуге болады. Одан кейін 4 бөлікке бөлеміз. Ал бұл уақытта біз ішімізді қыздырып алып, соның табасына қазір салып шығатын боламыз. Осылай екі бетінен басып аласыздар. Сол кезде тураған кезде жеңіл болады, және де бір-біріне жабыспайтын болады. Міне етіміз дайын болды. Енді барлығын саламыз, және де бір қуырып алып 15 минуттай уақытқа қойып қоямыз. Ал міне қазір мен осылай турап аламын барлығын жіңішкелеп. Қатты жіңішкеде емес, қалың да емес. Осындай. Міне дайын уже. Ал енді міне уже пісіп қалды. Осылай бір араластырып аламыз. Және де суы аз болса, кішкене су қоссаңыздар болады. Ал енді біз қамырымызды саламыз. Тұзын бәрін көріп алдым. Осылай қамырды бетіне салып, бір 10-15 минуттай қойып қоясыздар. Бетін жауып қоямыз. Міне қазір мен 5 минут өткеннен кейін кішкене бір араластырып алып жатырмын. Аралары жабысып қалмас үшін. Қайтадан жауып қоямыз. Міне пісті. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, өте оңай тағам. Осындай әдемі болады. Тарелкамызға салып болғаннан кейін үстіне көк пияз сеуіп береміз. Осындай әдемі болып шықты. Ұнаса лайк басып, подписка жасап кетіңіздер.